Вау, саламатсыздар, қалдарыңыз қалай? Аманбыз, барлығы жақсы. Өздеріңіз қалдарыңыз қалай? Рахмет. Апкетай, апкет. Рахмет. Барлығы жақсы, аман есенбіз. Сәлем. Сенесіздер ме? Осы үйге барға келгенмен бір жарты сағатта болған жоқ. Үйге тез келіп, жанталасып, осы бірдемеден құр қалғандай, даже шай да ішкен жоқпын, тамақ та ішкен жоқпын. Эфирге келіп отырып қой, бірдемеден құр қалғандай болып. Манзурда барлығы жақсы. Бүгін мектепте сабақ онлайн болды. Аяз болды ғой. Түстен кейінгі сабақтарында онлайн қылыпты. Түстен кейін музыкалғыда сабақтары бар еді. Үйде жүр Мансұр. Жаңа ғана қоя тұршы дедім ғой, қолына домбырасын ұстап алып, бөлмеден бөлмеге бап тырылдатып жүр ғой, дедіп. Қоя қойшы дедім ғой. Енді саламыз, кешегі эфирді ма? Саламыз, ютубқа ма? Саламыз. Хорошо. Салют апай деп қояды. Салют. Любой жақтың сәлемін қабыл алдым. Любой. Бүкіл жақтан сәлем жібере беріңіздер. Алдым, қабылдадым. Саламатсыздар. Ютубқа сақтаймын. Ютубқа. Жұмыста отырсыздар. Дұрыс. Жұмыста отырғандар, жұмыста отырыңыздар. Қонақта отырғандар, қонақта отырыңыздар. Үйде отырғандар, үйде отырыңыздар. Жетісайда көктем болып кетті. Қандай керемет. Бізге де келеді көктем. Амандық болса, е? Ең бастысы аман болайық. Енді оңтүстік өңірі жылы ғой енді о жақта жылы. Біздің аяздар болмайтын шығар о жақтарда. О жақтарда біздігінде 30 градус, 40 градус. Саламатсыз. Бізде барлығы жақсы. Ютубқа салып отырмыз. Кешегі не салынды? Ютубқа мында қазір маған сообщение келді. Ютубқа салынды. Кешегі эфир. Мен деген бар ғой тура. Жаңа айтып отырмын ғой, даладан бір жарты сағат болған жоқ әлі. Үйге келдім де жанталасып, киімімді шешіп, үй киімімді киіп, эфирге жүгірдім ғой, даже шай ішкен жоқпын. Сенесіздер ме? Даже шай ішкен жоқпын. Осы бір шаруамнан қалып қоятындай бір. Иә, бұл видеоны да салып қоямын. Неге салып қоямын? Ютубқа. Иә. Ол былай ғой. Мысалы, 4 мезгіл бар, е? Қыс, жаз, қыс, көктем, жаз, күзде осы 4 мезгіл қайталанады. Бірақ қараңыздар. Анау айтады ғой, менің в душе весна дейді да, или в душе лето дейді да. Оның барлығы да адамға байланысты, негізі оны қабылдау. Просто біз денені ғана киіндіреміз ғой. Денені қыстың күні аязда енді жалаңа шықпаймыз ғой, түсіп кетеміз ғой. Денемізді сүріп аламыз ғой, болмайды ғой олай. Сондықтан киініп шығамыз, бірақ та оның барлығы адамның состояниесіне байланысты. Күн жылыда да осы тоңып жүретін адамдар. В каком смысле? Денесі емес, олай емес. Көңіл күйі да. Көңіл күйі тоңып жүреді да.
қыстың күніде көңіл күйі жадырап жүретін адамдар бар да. Түсіндіңіз ғой? Сондықтан да оның барлық адамның состояниесіне байланысты, қабылдауына байланысты. Бар болса да осы жұтап жүретін адамдар бар, жоқ болса да жарқырап жүретін адамдар бар. Солай ғой. Сондықтан да кез келген нәрсені дұрыс қабылдап, жақсы қабылдап үйреніңіздер. Менің жаңағы оқырмандарымның ішінде саудада істейтін кісілер, жалпы кәсібі бар адамдар, бүгінгі табыстарыңыз күндегіден көп болсын. Солай, сондықтан да барлық мынау әлем голограмма. Вот мен содан бастайын. Мынау әлем голограмма. Сіз назарыңызды қалай бұрасыз, тура солай жасалып қалады. Тура солай жасалып қалады. Сондықтан да Құранда айтады, бақсы балгерлерге бармаңдар дейді. Қараңыздар, бақсы балгерлерге бармаңдар дейді. Неге? Себебі бақсы балгерлер олар адамдар да. Олар адамдар. Физикада принцип суперпозиции деген бар. Суперпозиция принципі деген бар. Мынау болашақтың бірнеше варианты бар да. Толып отырған бәленбай варианты бар. Енді қараңыздар. Сол бәленбай варианттардың болашақтың кім қайсысын болжап айтып қояды, сол материяға айналып кетеді екен да. Сол материализацияға ұшырап кетеді. Сондықтан да Алла тағала ескертті, бақсы балгерлерге бармаңдар дейді. Неге? Себебі бақсы балгерлер жақсы айтса дұрсау. Түсіндің ме? Жақсы айтса, әдемі нәрсе айтса дұрсау. Онша дұрыс. Жаман нәрсе айтса ше. Жаман нәрсе айтса сол жасалып қалады ғой. Түсіндіңіздер ғой? Вот сондықтан да бақсы балгерлерге бармаңдар дейді. Әрине андай мал жоғалтып, ондай болса баруға болатын шығар енді. Мен білмеймін оны. Бола ма, болмай ма, мен оны білмеймін. Бірақ енді қайдан білейін енді. Мал жоғалып қалып жатса, баруға болады шығар енді. Атак андай басқа жағдайда тағдыр жөнінде, ондай жөнінде баруға болмайды. Алла өзі де ескертіп қойды ғой. Алла өзі ескертті ғой. Жалпы мынау Құранда қалай жазылған, соны жасасаңыздар, негізі жаман болмайды. Ой, осы түн бір бәріңізді уайымдатып болды ау. Жоқ, сынықшыларға барыңыздар. Сынықшы деген ол емшілер ғой. Сынықшы деген наоборот жақсы ғой, ол сынықты орнына қояды. Жақсы ғой сынықшылар. Тіпті кейбір дәрігерлердің, кейбір травматологтардың өздері де айтады сынықшыға барыңыздар деп. Кейбір травматологтардың өздері де айтады. Рас қой, барыңыздар дейді. Ол деген мынау сынықшыда ол қасиет қой адамның бойындағы. Мынау сынық жаңағы сүйек орнынан тайып кетеді. Соны кейбір сынықшылар орнына қойып береді. Прямо қойып береді, орнына болды. Сосын дальше медицина гипс салып береді. Түсіндіңіздер ме? Солай. Сондағандықтан қорғасын дейді, қорықтық құяды, оған апаруға болады. Қорықтық құяды, ол баяғыдан бар ғой. Баяғыдан бар. Ол қазақтың, мынау қазақта ғана ма, басқа ұлттарда бар ма, мен оны білмейді екен. Қорықтық құяды, ол жақсы. Мысалы, кейбір балалар андай шошып ұйықтай алмаса, сол кезде апарат, қорықтық құяды. Ол бақсы балгер емес қой. Шатыстырмаңыздарсы? Шатыстырмаңыздар. Мен кез келген нәрсені атымен атаймын ғой. Атымен атап, ақты ақ деп, қараны қара деймін ғой. Мен бақсы балгерлер деп отырмын. Ашық айтып отырмын. Сынықшы деген жоқпын. Дұрыс па? Қорықты құятын кісілер деген жоқпын. Шатыстырмау керек та, шатыстырмау керек. Адамдар өздері қиындатады. Мен нақты айтамын ғой.
нақты айтамын. Дальше адамдар өздері қиындатады, жарайды, енді қиындатсаңыздар, от этого вам лучше, пожалуйста. Рас айтты, от этого вам, если лучше, пожалуйста, жасаңыздар. Сондықтан дұрыс естіп үйреніңіздер, дұрыс естіп. Ана «Мирный воин» деген фильмде, мен айтам ғой, «Мирный воин» деген фильмді көріңіздерші деп. Сол «Мирный воинда» прямо четко айтады. Четко. «Трасса 60» деген фильмді көріңіздер деймін. Түсіндіңіздер ме? «Трасса 60». Четко айтады. Міне точно айтып отыр. Сөзден ілік іздемеу керек. Өте дұрыс жазып отыр. Ана сөзден ілік іздесе, адамдар өздері ілініп қалады да, оның арты дау-дамайға, жанжалға, соғысқа апаруы мүмкін. Рас айтамын. Ол деген ана айтады ғой, бәле іздеп отыр дейді да, бәле дейді. Ондай адамдар бар, өзі любой жерден бәле іздеп отыратын адамдар бар. Ондай адамдардан алысырақ жүру керек. Немесе ондай адамдардың арасында жанында отырған кезде сақ болу керек, сақ. Солай. Солай, сондықтан да жалпы мен бір нәрсені ғана білем. Бірақ нәрсені білем. Алаңдай беретін, уайымдай беретін адамдар сол уайымдайтындай ситуацияларды жасай береді. Түсіндіңіздер ғой? Себебі ол уайымдағыш қой. Ал алаңдамайды, уайымдамайды деген сөз, ол деген сөз өсіп өруге бәрібір деген сөз емес, олай емес. Ондай мағынада емес. Алаңдамайды, уайымдамайды деген ол адамдар, мынау Аллаға толықтай көнген адамдар ғой. Аллаға сенген, Аллаға көнген адамдар. Айту қолынан келгенін жасайды, қолынан келген әрекетті жасайды, бірақ ла хаула ва ла қуата илля биллах дейді. Яғни адам қанша не істеп жатса да, Алла тағала оны апарып орнына қоймаса, ол болмайды. Соны адам терең түсіну керек. Терең түсіну керек. Болды. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан да айтып отырмын. Ана якорить ететін адамдар болады өмірлеріңізде, иә? Көніңіз. Себебі ол адам сізді бір үлкен бәледен сақтап тұруы әбден мүмкін. Білмейміз. Или же сонда якорить ететін адамдарға екі жағдайды мен ұсына аламын, например, да? Екі жағдайды ұсына аламын. Мысалы, біреу қараңыздар. Біріншісі, вот адамда мынадай бір адам өзін-өзі қайрау керек қой, жалпы. Адам өзін-өзі қайрау керек. Мынадай нәрсе керек. Вот назло, қараңыздар, мен сәл бірдеме айтайын. Вот саған назло, мен осы шаруаны керемет етіп тындырам. Түсіндіңіздер ме? Адам өзін-өзі қайрап тұр да, өзін қайрап тұр. Анау якорить етіп отырған адаммен ұрсып тұрған жоқ. Өзіне өзі мотивация беріп тұр да. Вот назло, вот саған назло, саған ерегестіргенде мен осы шаруаны керемет етіп тындырам. Или же екінші вариант. Сен осы мен өмір бақи осы мені жүндеп отырасың, мені күндеп отырасың, жарайды ал деп, сол жанында қаласыз. Екі вариант, басқа вариант жоқ. Басқа вариант жоқ. Түсіндіңіздер ғой? Үшінші вариант жоқ деймін. Үшінші вариант жоқ. Екі вариант бар. Или өзіңізді қайрап, өзіңізді сүйреп алып шығасыз, жүргеніңізді алып шығасыз. Адам өзін-өзі ғана алып шығады. Біреуді алып шықпайды. Өйтіп алданбаңыздар. Мені анау көмектесін, мынау көмектесін. Қашанғы көмектеседі сіздерге? Жай ойлаңыздар. Көмектесіңдер, ақша бер. Енді қараңыздар, сол ақша бергендердің соңы не болып жатыр? Бақылаңыздар, жай ғана. Маңайларыңызға қараңыздар, сай. Не болып жатыр? Сондықтан да Аллаға қарай жақындаңыздар. Аллаға қарай жақындау деген сөз, ол деген сөз жұмыс істемеу деген сөз емес, олай емес. Мен всегда жұмыс жасаңыздар деп айтам. Всегда. Арам тамақ болмау керек. Арам тамақ деген, ол не деген сөз ол?
арам тамақ деген адам екі-ақ жағдайда ғана болады да. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан да өздеріңізді түйреңіздер. Қолдарыңыздан не келеді, соны жасаңыздар. Жасаңыздар, не келеді қолыңыздан, жасаңыздар болды. Сосын Алла өзі пазлдарды құрастырады. Бүйтіп құрастырады. Все. Мен айтайын ба? Мен жасырмаймын. Мен негізі ашық айтам. Ештеңені жасырмаймын. Ашық айтам, бірақ соны еститін адамдар ғана естиді да. Еститін адамдар ғана естиді. Естімейтін адамдар өкінішке орай естімейді. Түсінесіздер ме? Естімейтін адамдар естімейді, ол өкінішке орай. Мен сіздерге бір қызық айтайыншы. Мен мысалға эфирде отырамын, негізі мен қалай бармын, сол қалпында отырамын, болды. Ештеңені жасырмаймын. Неге? Себебі енді физиктер деген біледі да, оны біледі физиктер деген, иллюзия деген, оны жақсы біледі, білмеймін енді, ол менің мамандығымның физик болғаны ма, әлде маған солай түсініп келген ба, мен оны білмеймін. Бірақ жалпы адам өзін алдамау керек. Адам өзін алдамау керек. Мен қалай бармын, тап-қазақ сол қалпында отырмын, өзімді алдап отқан жоқпын. Даладан келгенімде жаңа қазірде, уже енді жарты сағат болды келгеніме. Шайды ішкен жоқпын, рас ішкен жоқпын. Себебі қазір мен шай іштім, тойып отырмын десем де, любой время менің ішім шұрылдап, мені подвоить етуі мүмкін да, себебі шынымен де мен тамақ ішкен жоқпын. Түсіндіңіздер ме? Любой уақытта мені подвоить етуі мүмкін. Сондықтан да мен шындығымды айтып отырсам, маған легче да. Ішім шората қалса да мен айтамын, мен әбет ішкен жоқпын деймін да, болды. А мен жақта мен кек тамақ тойып алдым, жаңа кафеден келдім, әйттім, бүйтіп деп өтірік соғып отырам, и бір кезде менің қарным шорылдайды да, деп. Неге? Себебі тамақ ішпеген ғой. Түсіндіңіздер ме? Вот солай. Мен алдамаймын өзімді. Өзімді алдамаймын. Вот от этого, знаете, одан өмір сүру оңай. Мен соны түсіндім. Себебі білесіздер ме? Мен всегда айтамын, өтірік айтпаңдар деймін. Өтірік айтпаңдар. Неге? Өтірік айту, ол былай. Өтірік айту адамның энергиясын жейді. Көп жейді. Неге айтайын ба? Себебі адам всегда ойлап отырады. Например, дей салып, мен сіздерге мысалға келтірейін. Мысалы, қазір мен жерде кім отыр? Мен любойға айтайын. Зілиха отыр, Шолпан. Мен жерде көзіме көрінгендерін айтып жатырмын. Әлия, Құралай, Сұлу, Ару, АСС дейді. Гаухар, кім? Шынар. Міне, қазір мен көзіме түскен Сәуле, вот осы кісілер қараңыздар. Енді мен осы адамдарға бидеп айтайын. Жай, просто бидеп айта салайын. Қыздар, білесіңдер ме? Мен, мысалда өтірік айта салайын. Өтірік, не деп айтсам екен? Не деп өтірік айта салсам екен? Бірден беді өтірік айта салғым келіп тұр. Енді былай енді. Не айтсам екен, мысалы бей дей салым. Мынау соткамның сырты дей салым. Мына қараңыздар. Мынау соткамның чехолы мінде жатыр. Мен әлгі қыздарға былай деп айта салам. Мысалы бей дей салым. Мынаны мен 1500 теңгеге сатып алдым деп өтірік айта салам да. Бірақ негізі мен бұны сатып алған жоқпын. Бұл маған сыйлық. Бұл маған Нәргүл деген қыздан сыйлыққа келген. Бірақ мен айта салдым 1500 теңге деп. Енді дальше кеттік. Сосын мен всегда осыны ойымда ойлап жүремін. Ана қыздар біреу кездесіп қалса, мен бұны айтуымге есте болу керек, что мен 1500 теңгеге сатып алдым. 1500 теңгеге сатып алдым деп всегда ойымда жүру. Енді бір күн, енді дальше кетіңіз, енді арғай кеттік. Бір күні дейін осыны сыйлыққа берген қыз, сосын жаңағы мен өтірік айта салған қыздар бар емес пе? Солар барлығы мен бірге кездесіп қалдым. Бір кезде мына соткамның сыртын көріп қалды да, әлгі сыйлыққа берген қыз маған бүйтіп айтты. Ой, Гүлнара тәте, мен мынаны сізге сыйлыққа беріп едім, тағып жүргеніңізге рахмет дейді. Мен не болам? Болам ғой, бітшіт болам ғой. Неге? Себебі мен ана қыздарға мынаны сатып алдым деп айтып қойып едім ғой. Түсіндіңіздер ме? Сонда ана қыздардың, знаете что, ол қыздардың не ойлап жатыр, олардың ойы маған әсер етпейді. Бір нәрсе естіңіздер. Олардың ойы маған әсер етпейді, бірақ мен не істеймін? Деймін, бітті. Түсіндіңіздер ме? Мен қап деймін. Вот так вот. Енді түсіндіңіздер ғой, сондықтан да өтірік айтқан невыгодно.
невыгодно. Потому что үнемі ойлап жүресіз, мен ана Қанатқа мынаны 1000 теңге деп алғам, айтқам, Саматқа 1800 теңгеге алдым деп айтқам, Талғатқа мынаны 2000 теңгеге алдым деп айтқам деймін да, мына ми деген қаша болып кеткен ғой. Бүкіл санды жаттау керек қой. Қанатты көрген кезде Қанатқа айту керек 1500 теңгеге алдым, Саматты көргенде Саматқа айтуым керек 1700 теңгеге алдым, Талғатты көргенде Талғатқа айтуым керек 2000 теңгеге алдым. Ал енді Қанат, Самат, Талғат үшеуі кездесіп қалды да, сол кезде мен не деп айтамын? Айтыңыздаршы. Вот, түсіндіңіздер ме? Сондықтан да өтірік айтқан невыгодно. Адамның энергиясын жейді. Сондықтан да қалай бар, сол ғамда рас айта салған дұрыс. Мынаны сатып алған жоқпын, маған сыйлыққа келген. Болды. Түсіндіңіздер ғой? Сол дұрыс болады. Мен сіздерге бір қыз айтайыншы. Осы бір жылдар бар ғой, мынадай бір не жүрді. Ана BBC-дің журналисі, қай жылдар есімде жоқ, бәріңіз көрдіңіздер оны. Андай журналист, ер адам, осылай не жүргізіп жатыр. Эфир жүргізіп жатыр ма, білмеймін әйтеуір, или зумда отыр ма, или какой-то бір конференцияда, семинарда, мен білмеймін. Әйтеуір былай отыр онлайн, күшті костюм киіп алған, кәдімгі әуелде елдер оны ойлайды, жұмыс орны кабинет деп ойлайды да, кәдімгі жұмыс орны деп ойлайды. Неге? Себебі анадай жерде карта тұр, мындай жерде андай шкаптар, стол тұр, сосын кітаптар, өзі күшті костюм шалбармен киіп алған, галстугымен бүйтіп отыр. Бір кезде қызға айтайын. Әуелде бәріміз көргенде оны біз не деп ойлаймыз? Жұмыс орнында кабинетте отыр деп ойладық. Мен де солай ойладым. Бір кезде анадай артқы есік ашылды да, кішкентай қызы бүйтіп келе жатты да, очки киіп алған, осылай келатты. Опына дейсіз да. Анау журналист не істеді, ана қызды бүйтіп итерді да, итерді. И бір кезде ол аздай, ар жағынан ана қыттай келатыр да, ходунокпен қыттай келатыр. Ол нечо, бір кезде әйел келді, ұшып. Әйелі ана екі баланы қыдық сүйредіп алып кетті, жарайды, ол нечо ғой. Бір кезде әйелі бүйтіп кім есікті жапты да. Вот, не айттым мен, бұл жерде не айттым? Біз пока анау адамды ұстап көріп, анау кабинетке бармайынша, біз не деп ойлаймыз? Бұл жұмыс орны кабинетте отыр деп ойлаймыз. А в самом деле ол сол журналистің үйі екен. Түсіндіңіздер ме? Үйі екен. Вот так вот. Енді қараңыздар, ондай ситуацияларға өте көп мысалдар келтіруге болады. Көп мысалдар. Сондықтан да мен айтамын, сіздер алданбаңыздар деймін. Бала емессіздер ғой деймін да, алданбаңыздар. Мына эфирде көріп отырған дүниенің бәрі рас емес деймін. Бәрі рас емес, олай емес ол. Кейбіреулер айтады, ана самолетте бизнес класста ұшып бара жатырмын, Қазір бар ғой, елдер сондай вагон дайындап қойған. 1 сағатына бәленбай 1000 теңге. Сіз де барып істей аласыз. Сол жерде барыңыз да жатыңыз. Ан жерде стюардесса қыздарды киіндіріп қойған, бүйтіп, любой әдемі қыздарды бар киіндіре салса болды ғой оған. Киіндіріп қойған, мен бизнес класста ұшып бара жатырмын дейді да. Оны самолеттің өзіңіз ұстап көрмесеңіз, ол өтірік болуы әбден мүмкін. Себебі сағатына бәленбай 1000 теңге төлеп, мә бизнес классы бұлай толып жатыр. Самое главное, видеоға түсіреді и все. А ел не істейді? Мына жақта көріп отырған елдер ойлайды, анан қараш, ананың байы әйелін бизнес класспен Таиландқа ұшырып алып барыпты дейді. Сосын не істейді? Сіздің байғұс таңның атысынан кешке дейін жаңағы еңбек жасап жүрген күйеуіңізді құнсыздандырып тастадыңыз. Құнсыздандырып. Сосын ол байғұс күйеу қайдан ақша тапсын? Өздеріңіз ойлаңыздаршы ғана. Қайдан ақша табады ол байғұс күйеу? Құнсыздандырып тастап тұрсыздар ғой. Сіз айтып тұрсыз, ананың байының артында не жатыр? Менің күйеуімнің қолынан түк келмей тұр деген жасырын дүние тұр ғой, ол солай ғой. Езілі қараңыздар. Өзіңіз былай кетіп бара жатқанда бір мысал дей салайын. Менің күйеуім Қайрат бойы менімен бірдей бойы, толықтау.
Енді екеуміз кетіп бара жатқан кезде менің алдымнан бір еркек келе жатыр дейін, иә, бойы ұзын, арық. Мен Қайраттың жанында келе жатырмын. Енді мен былай деп айтсам Қайратқа, мә, Қайрат, мынау еркекті қарашы қалай әдемі десем, Қайратқа от этого будет лучше, что ли? Ойлаңыздаршы. Наоборот же, ему уже будет плохо. Просто айтпас маған, но ему же все равно будет больно. Больно болады ғой, ол жүрегі ауырады ғой. И точно так же Қайрат екеуміз келе жатырмыз, и менің алдымнан бір жас бір келіншек келе жатыр да, сырықпай. Қайрат айтса, қандай әдемі келіншек десе, маған жақсы ма не? Жақсы емес қой ол. Маған, мен үндемеспін, жарайды, но жүрегім ауырып қалады ғой. Жүрегім ауырып қалады ғой. Түсініп жатсыздар ма? Бәрі ол әдемі болады. Неге? Ол жас қой, жас. Жастықтың өзінің сұлулығы бар. Жастықтың. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан да қазір өміріңізде не бар, қалай бар, сол қалпында қабылдаңыз. Сол қалпында қабылдаңыз. Сол кезде ғана сіз алдыға жылжисыз. Егерде сіздің өміріңізде болып жатырған нәрсені сіз қабылдамасаңыз, сіз ары қарай жылжи алмайсыз. Себебі сіз мына жерге, мына рутина, мынаған түсіп кеттіңіз, немесе қазақта ұйық дейді, ұйыққа батып қалдыңыз. Шыға алмайсыз уже сіз. Не істеу керек? Соны қабылдаңыз. И дальше сосын барып қана келесі переходқа өтесіз. Сосын барып қана. Әйтпесе өте алмайсыз. Мысалы қараңыз, денсаулығыңыз болмай жүр дейік, ауырыңқырап жүрсіз. Негізі ауру жоқ. Бірақ сіздің денеңіз ауырыңқырап жүр. Неге? Значит, сіздің ішкі әлеміңіздегі ойларыңыз уже мынау денеңізге өтті. Денеңізге өтті де, уже денеде плотный бола бастады. Не істейсіз? Емделіп жүрсіз, бірақ қараңыздар, мойындамайсыз да? Жоқ, мен ауру емеспін. Жоқ, сіздің еміңіз ем болмайды ол. Ем болмайды. Неге? Себебі сіз денеңіздің ауырғанын мойындамай тұрсыз ғой. Егерде денеңіздің ауырғанын мойындамасаңыз, сіздің алып жатырған ем домыңыз қайда барады? Нені емдейді? Ойлаңыздаршы ғана. Нені емдейді ол? Қайда барады ол? Ана үлкен дәретпен, кіші дәретпен шығып кетеді, болды. Или термен шығып кете салады. Ол ем дом, ол қымбат дәрілеріңіз. Почему? Потому что қайда баратынын білмей тұр олар. Сіз назарды ұстай алмай тұрсыз. Мен жоқ, ауру емеспін дейді. Ауру емеспін, жоқ, мен саумын. Неме ол болмайды олай? Болмайды ол. Сіздің қай жеріңіз ауырып тұр, сол жерді мойындау керек, сол жерді қабылдау керек. Сол кезде барып, сіздің жаңағы алып жатырған ем домыңыз сол жерде емдейді. Сол кезде ғана. Әйтпесе болмайды ол. Кетіп қалады. Термен кетіп қалады, көздің жасымен кетіп қалады, үлкен дәретпен, кіші дәретпен шығып кетеді. Себебі дене басқаша жолмен шығара алмайды. Түсіндіңіздер ме? Дене басқаша жолмен шығара алмайды. Денеде өзі бірнеше процесс қана бар шығара алатын. Қараңыздар, көздің жасымен шығады біреу, құсады екеу, терлейді үшеу, үлкен дәрет, кіші дәрет. Міне, бес-ақ жолмен шығара алады. Басқаша шығара алмайды. Вот қиын ба не? Қиын емес. Просто адамдар өздері қиындатады. Неге? Білмеймін. Адамдар как будто бір вечный өмір сүретін сияқты. Өлмейтіндей көреді да өздерін бір өлмейтіндей көреді. Мына дененің бізге қанша уақытқа берілгенін бір Алла ғана біледі. Бұл да адам білмейді, басқа адам білмейді. Сенің жасың 80-ге келеді екенсің. Әмин дей салыңыз.
әмин дей салыңыз. Бір Алла біледі, бірақ оны. А вдруг 81-ге келесіз, вдруг 82-ге келесіз. Қайдан білесіз? Білмейсіз ғой. Вот солай. Сондықтан да, вообще, знаете что? Былай істеңіздерші. Қазір мен бір нәрсе айтамын, өзім күнде айтам. Өзім бір күнде айтатын бір, енді оны өзім дұғам деймін. Может быть, кейбір кісілер бұны дұға дейміз, бірақ дұға ол. Дұға, потому что ғылымда айтады. Мына мен қазір осы сөйлеп отырғанымның өзі, любой нәрсе дұға. Ондай болмайтын, ондай, если ол болмаса, Құранда жазбас еді ғой. Сөйлесең жақсы сөйле, жақсы сөз айтпасаң үндеме деп тұр да. Сонда каждый сөз дұға болып тұр да. Құранда жазып ескертіп қойды. Айтсаң жақсы сөйле дейді. Ал жақсы сөз сөйлемесең лучше үндеме дейді. Енді лучше демейді ғой енді. Енді әдем жазылған ғой, мен түсінікті қойып отырмын. Түсіндіңіздер ғой, солай. Сондықтан да каждый сөз ол дұға. Любой сөз. Не десеңіз де дұға. Мен күнде өзім айтатын, өзімнің дұғам, күнде өзім айтам. Маған ешкім айтқан жоқ, мен өзім айтқым келеді, солай. Болды, айтам, күнде айтам. Вот сіздер де айтыңыздар, мен сіздерге қазір айтайын. Аллаға айтам мен всегда. Алла рахмет деймін. Тағы да бір күнді маған бұйыртқаның үшін деймін. Алла рахмет, менде бәрі бар деймін. Рахмет саған. Мен саған көндім. Себебі мен үшін ненің қайырлы екенін сен ғана білесің, Алла деймін. Болды? Күнде айтам. Сіздер де айтыңыздар. Осыны жаттап алыңыздар да айтыңыздар. Жаман болмайды бұдан. Жаман болмайды. Шынымен де солай екендігін түсіне бастайсыздар. Шынымен де солай. Күнде айтам мен. Күнде күбірлеп, күнде айтып жүремін. Когда қараңыздар, когда адам осы күнде бір дұғаны күбірлеп жүрген кезде, күбірлеп айтып жүресе, Алла, рахмет, менде бәрі бар. Тағы бір күнді бұйыртқаныңа рахмет, Алла. Мен саған көндім. Себебі сен мен үшін қай дүниенің, немесе ненің қайырлы екен сен анық білесің. Болды. Қиын ба? Қиын емес. Просто бір күні түсіне бастайсыз да, что шынымен де Алла Тағала менің мынау денем үшін тағы бір күнді өмір сүруге берді маған. Бұйыртты маған. Соны түсіне бастайсыз. Когда адам соны түсіне бастаған кезде, сіздің балаңызға да, күйеуіңізге де, күнде ұрысып жынданып жүретін атаңызға да, енеңізге де көз қарасыңыз өзгереді. Себебі барлығы уақытша екендігін түсінесіз. Барлығы уақытша. Мен адамдармен арпалыспаймын. Вообще арпалыспаймын. Арпалысуды мен тоқтап қалғашан, вообще арпалыспаймын. Неге? Себебі өлшеулі өмір. Мен сол өмірімді елдермен, адамдармен арпалысып өткізем ба не? Мен жындымын ба не? Айтыңыздаршы. Одан да жыбыр етіп, өзімнің жұмысымды жасап, жыбыр етіп, бірдемені творить етіп, сіздермен әдемі сөйлесіп, шақырған қонаққа барып, шақырған жерге барып, келген сыйлықты қабылдап, өзім сыйлық беріп, сөйтіп өмір сүрсем қайтеді? Айтыңыздаршы. Сөйтсем қайтеді? Лучше сол дұрыс қой. Абабап, бір бітпейтін жанжал, бір бітпейтін соғыс, бітпейді ол. Бітпейді. Зачем оның керек не маған? Просто түсініңіздер болды. Түсініңіздер. Вообще көңіл аудармаймын деймін, рас айтамын. Мен осыдан енді бір 15 жылғы адам болсам, 15 жылғы Гүлнара Жухина болсам,
15 жыл бұрынғы Гүлнара Жохина болсам. Мә. Рас айтам, көшіріп жіберем ғой маған тиіскен адамды. Көшіріп. Қазір жоқ. Тиіспейм. Себебі оның да менің өсуіме себебі бар да, әсері бар. Мен түсіндім. Естеріңізде ме мына коронавирус кезінде, иә? Коронавирус кезінде не болды? Коронавирус кезінде көп отбасылар ажырасып кетті. Естеріңізде ме? Көп адамдар мына әлеуметтік желіге шығып кетті. Көп адамдар жаңағы банкрот болып қалды. Ел кейбір адамдар байып кетті. Неге болды ау? Сіздер білесіздер ме оны? Не себептен болды? Потому что адамдар өздерінен алыстап кеткен ғой. Өздерінен алыстап кеткен. Сол кезде мына баяғыдан бері бірмен бір қырылып баба деп келатқан адамдар, сондай отбасылар ажырасты уже. Все болды. Барыңдаршы жаққа. Қошылық шашаттыр. Түсіндіңіздер ме? Солай жұмыс жасайды болды. Шындық ол. Просто адамдар соны қабылдамайды. Қабылдағысы келмейді. Өткен шаққа өтіп өкіне берген им выгодно. Выгодно. Неге? Білмеймін. Сол болмағанда ғой әттең 10 жыл болды айтып жүргенде. Сол бол. Әттең сол бір бәле мені алдап 2 миллион теңгемді алып кетті. Әттең уже 20 жыл болды өтіп кеткен. Сен 20 жылда сол 2 миллионды уже барға 200 миллион ғып жасайтында энергияң кетіп қалды ғой. Қабатты ғана 2 миллион сол бермей кетті. Оңбаған 2 миллион. Ол келді ол 2 миллион сізге. Келді ол. Адамдарда почему-то мынадай бір түсінік бар да. Мысалы, менен Марат алды қарызды, мысал дей салайын. Маған обязательно Марат қарызды қайтару керек сияқты. Жоқ Марат емес, маған мына жақтан Самат, Талғат, тағымдар, Қанат, солардан келеді ғой ол, қайтады ғой ол. Обязательно қайтады ол қарыз деген, ойламаңыздар. Бірақ просто қарыздың жолы ауырда, сондықтан да қарыз алған адам қайтарғаны өзі үшін дұрыс болады. Өзі үшін дұрыс болады. Просто соны адамдар түсіну керек болды. Сізден алған, қараңыздар, мысалы сізден 10 жыл бұрын біреу сізді алдап кетіп, білмеймін енді, қанша ақшаңызды алды, мен білмеймін, қайтармай қойған шығар, білмеймін енді. 10 жылда ол ақша негізі қайтты басқа жақтан, бірақ сіз почему-то әлі ана адамға жабысып отырсыз. Ол адам сіз емес, анау адамға қиын болады, анаған, сізге емес. Келеді ол орнына. Вообще ойымдамаңыздар. Алла тағала остырады ғой, бла-бла остырады ғой. Алланың есебі дұрыс. Менің әжем айтатын марқұм. Менің әжем айтатын. Ой, жаным сол. Алланың есебі дүзу дейді. Да дейді. Қызық. Алланың есебі дүзу дейді. Сөйтіп айтатын. Ол кезде балам ғой, түсінбеймін ғой. Не айтып жатқан, қайдан білейін. Енді ғана түсініп жатыр ғой. Шынымен де солай екен, оказывается. Алланың есебі дүзу. Қызық, қызық. Просто ана кейбірлер айтады. Өмір ол ойын дейді. Өмір ол ойын. Оны түсінген адамдар үшін ғана ойын. Қараңыздар, өмір ол ойын, оны түсінген адамдар үшін ғана ойын ол. Ал әлі де түсінбеген адамдар үшін ол ойын емес. Шатыстырмау керек. Как это так? Әлі де түсінбеген адамға, мысалы, бір жақынын біреуге өлтіріп кетті да. Как это так? Ол қалай ойын ол? Ойын емес қой ол. Неге себебі ол әлі де түсінген жоқ ол? Түсінген адамдар үшін, ол ойын. Хотя бұл жерде адам шығыны болып тұр, адам өліп жатыр, бірақ өмірдің мәнін, мағынасын түсінген адам үшін ол игра. Бірақ мынау адам үшін емес. Потому что бұл әлі де түсіне қойған жоқ. Солай, анау айтады ғой, соның кебін кимей дейді. Қазақта бар ғой, соның кебін кимей түсінбейсің дейді. Немесе басы ауырмағанның балтыры сыздамайды дейді.
басы ауырмағаны балтыры сыздамайды дейді. Қалай конкретно айтқан дейін? Күшті айтқан, мықты айтқан. Вот солай. Сондықтан да өмір сүріңіздер. Вот мынау дене мен үшін бір-ақ рет беріліп тұр да. Осы дене бір-ақ рет беріліп тұр. Жанды мен білмеймін. Жан жөнінде қазір неше түрлі, әртүрлі пікірлер бар да. Себебі неше түрлі көзқарас бар, неше түрлі сенім бар ғой. Сондықтан да жанды мен білмеймін. Оны Алла ғана анық біледі. Ал бірақ мына денемнің мен үшін бір-ақ рет берілген, мен 100% түсіндім оны. Бір-ақ рет берілді осы дене, болды. Екінші рет қайталанбайды бұл дене. Қайталанбайды. Қайталайым десе де Алла ғана қайталай алады, болды, басқа ешкім қайталамайды оны. Ешкім қайталай алмайды. Себебі Алла ғана анық біледі, мені мына клеткамды түгел біледі, қай жерде не бар, қай жерде қалай бар, барлығын Алла біледі. Адам білмейді оны, адам білмейді. Адам жасай алмайды. Ондай болатын болса, менің денем мен үшін өмір сүруге бір-ақ рет берілетін болса, қараңыздаршы, қалай мен мына денемді қалай мен зұлымдыққа қиям, ойлаңыздаршы. Қалай қиям мен? Бір-ақ рет беріледі мынау, бір-ақ рет беріледі. Қалай мен қиям зұлымдыққа? Просто ойлаңыздаршы. Солай. Сондықтан да шамам келгенше мен осы денемнің ұзақ, әдемі өмір сүруіне тырысуым керек. Шамам келгенше тырысуым керек та. Түсіндіңіздер ғой? Бар күшім салуым керек. Неғұрлым ұзақ өмір сүруге және әдемі өмір сүруге бүкіл күшімді салуым керек. Когда адам сондай шешім қабылдайды, сол кезде адам, мысалы менің басқа біреумен ұрыспаймын. Жоқ. Нет. Онымен ұрысып жүргенше лучше ол энергиямды мен өзіме жұмсаймын. Анаумен қырылысып жүр. Нет. Оған қырылысатын энергиямды лучше мен өзіме жұмсаймын. Анау маған тисе береді. Жоқ, тисе берсін мейлі. Онымен ұрысатын, онымен тиісетін, оған дәлелдейтін энергиямды өзіме жұмсаймын. Мен солай шешім қабылдап қойған болды. Қарным шұрылдап отыр. Айттым ғой жаңа. Подводить етіп жүреді бәрібір деп. Қарыңыз, шырылдап отыр. Солай. Қызық. Өте тамаша. Бірақ осындай жағдайлар бар. Біреу газ татырыңыз. Солай? Айта, эфирде отырмын. Сондай нәрсе. Вот так. Осындай нәрселер. Андай, жалпы мынау өмір деген бар ғой. Адамның, когда адамдар мынау өмірді, бұл менің өмірім екен ғой. Бұл менің мынау денем үшін берілген өмір екен ғой. Менің мынау денем болмаса, бұл өмір жоқ екен ғой. Түсіндіңіздер ме? Солай бүйтіп
іздеңіздер, сол кезде сіз бүкіл әлемге деген көзқарасыңыз дұрысталады. Адамның көзқарасы дұрысталды ма? Болды. Все. Любой нәрсені нормально қабылдай береді. Любой нәрсені. Біреу алдап кетсе де жарайды дейді. Алданып қалса да жарайды дейді. Мына мен сияқты бүйтіп қасын бүлдіріп тастаса да жарайды, енді мен не істеймін дейді. Жарайды енді дейді. Түсіндіңіздер ма? Неге? Себебі түсінді, ол болды. Түсінді. Что мына дене үшін? Қараңыздар, мына өмір бар, если менің денем болса ғана. Менің мына денем жоқ болса, мына өмір жоқ ол. Вот сіздер де осылай өздеріңізге айтыңыздар, шөге түсініп қаласыздар. Шынымен де солай деймін ол. Шынымен де солай. Сонда сіз соны түсінесіз, сол кезде мына өмірге деген көзқарасыңыз өзгереді. Өмірге адамның көзқарасы өзгерді ма, адамның ойы өзгере бастайды. Адамның ойы өзгере бастады ма, ішкі дауыс өзгереді. Ішкі дауыс өзгерді ма, подсознаниеге баратын бағдарлама өзгереді. Подсознаниеге баратын бағдарлама өзгерді ма, болды, сіздің әлеміңіз өзгереді. Все. Сіздің әлеміңіз өзгерді деген сөз, сіз спокойно байып та кете аласыз, спокойно танымал да болып кете аласыз. Байлық, танымалдылықты көздемесеңіз де нормально өмір сүре аласыз, болды. Все. Түсіндіңіздер ме? Вот так вот. Жаным, мені вживую көрдім ғой дейді, өте нәзік дейді, красавицасыз, не оторвать глаз дейді. Рахмет. Аяна, сәлем. Я эфирде бүтілі дәу болып отырамыз. Енді эфир қосады ғой кішкене. Эфир қосады. Солай. Жарайды. Түсіндіңіздер ғой? Так. Сол кезде түсінесіздер. Сол кезде барлығын түсінесіздер. Күйеуіңіз диванда жатып алып түк бітірмей жатса да жақсы көріп тұрасыз да. Себебі ол да адам. Түсіндіңіздер ме? Ол да адам, себебі адам просто қарас, жақсы көре бастайсыз. Когда сіз оның адам екенін түсініп, оның жақсы көре бастаған кезде, сіздің күйеуіңіздің де жол ашыла бастайды. Енеңіз ол ұрысып отыр, осы келін отырса опақ, тұрса сопақ. Сіз когда түсінесіз, что сіздің енеңіз де адам. Что ол да сол көргені, сол білгені, сол екен, сіз когда түсінесіз, сіздің енеңіз де дұрысталады. Сіздің жұмысыңыздағы бастығыңыз ұрса береді, сізге тисе береді. Сіз когда түсінесіз, что ол да адам. Оның көргені, білгені сол. Что от него тоже требует, жоғардан. Требует, ананы бүт сөйтіп, қарным. Сол кезде, когда сіз оны түсінесіз, сол кезде сіздің бастығыңыздың да сізге көз қарасы дұрыстала бастайды. Вот так вот. Балаңыз сабақ оқымайды, мұғаліміңіз күнде ұрсады, да. Когда сіз түсінесіз, что сіздің балаңыз да адам. Кішкентай адам, да? Кішкентай адам. Шамасы келмей жатыр. Оқып жатыр, бірақ шамасы келмей жатыр. Когда сіз оны түсінесіз, сіздің балаңыз жібірлеп оқи бастайды. Когда сіз мұғалімді түсінесіз, что ол да адам, что одан да директор сұрайды, что оның директорынан да оның үстіндегі анау образованиядың департаменттің бастығы сұрайды, одан да сұрайды, жоғардан министр образования сұрайды. Соны когда сіз түсінесіз, сол кезде сіздің мұғаліміңіз де дұрыстала бастайды. Солай ол. Цеп қой, былай, цеп. Бәрі осылай бірмен-бір байланысқан. Менің осы тиктокта мынадай бір видеом бар. Ойыңды тарқат деген, ойыңды сөгіт деген бір видеом бар да. Тиктокта бар. Мен тиктогымда бар ғой, Гүлнара Жухина деген. Соған подписаться етіп алып, видеоларды көрулеріңізге болады. Тиктокта ең бірінші бастаған кезде ел деген менімен ұрысып отыратын. Не деп отырсың сен, не деп қуып жүрсің сен деп. Рас айтамын. Солардың ішінде сіздер де бар шығарсыздар. Әуеде менімен ұрысқан адамдар. А қазір ше? Қазір наоборот, олар менің тұрақты тыңдармандарыма айналған. Себебі түсінді, мен не айтып жүргенімді түсінді, что шынымен де солай. Әлемде логика жоқ. Болды. Елдің бәрі ұрысқан менімен. Ең бірінші тиктокқа шыққан кездері елдің бәрі ұрысты менімен. Ана жерде бір дені дұрыс комментарий болмайтын. Рас айтам. Бір дені дұрыс комментарий болмайды, бәрі ұрысатын менімен. Немене деп қуышы мынау дейтін. Сөйтіп айтатын. Ютубта да ең бірінші кездері шыққан кезде де бір
да бір ден дұрыс комментарий жазылған жоқ маған. Бәрі айтты. Айналайын, құрығанда бір ерніңді помадамен бояп шықшы деді. Сөйтіп тиісті, даже соған дейін тиісті. Түсініп, даже соған дейін тиісті маған. Боянып шықшы. Түріңді бояп шықшы деп. Жоқ дедім. Үндеген жоғым мен. Спокойно отырдым. Үндеген жоғым. А қазір енді елдер енді айтып жатыр да. Боянбай шығып жатыр, өзі фильтрсіз шықтым деп. Мен деген 5 жыл орын шығып қойғанмын. Түсіндіңіздер ме? Неге? Мен өзімді толықтай қабылдадым. Толықтай қабылдадым. Мен түсіндім, түгел түсіндім. Мен мынаны түсіндім. Оказывается, мен былай деп ойлаппын. Танымал болсаң болды, байып кетуге болады деп ойлаппын. Нет, мен қателесіппін. Олай емес екен. Танымал адамдардың барлығы бірдей бай емес. Осы естеріңізде болсын. Мен былай деп ойлаппын. Бай адамдардың барлығы керемет өмір сүреді деп ойлаппын. Оказывается, олай емес екен. Олай емес. Бай адамдардың да бірмен бір қырылып, бірмен бір өлтіріп, ондайлар да бар екен да. Опана дедім. Мен барлығын түсіне бастадым. Сөйтсем, танымал болу, это не значит бай болу. Жоқ, олай емес. Танымал адамдарды да білемін мен қазір. Бәленбай миллион подписчиктері бар. Бірақ бай емес. Бай емес. Танымал емес адамдарды да білемін. Даже олардың әлеуметтік желіде, даже ешқандай Instagram, TikTok, YouTube, ешқандай каналдары да жоқ. Бірақ кәдімгі миллионерлер адамдарды білем да. Сонда мен өзімнің ойымды быт-шытын шығардым. Быт-шыт шықты. Сөйтсем, танымал адамның барлығы бай емес екен, бай адамдардың барлығы бірдей танымал емес екен. Бар кейбір танымал адамдар, бай адамдар бар, олар бар, бірақ өте аз екен. Өте аз екен. Мен соның барлығын өзімнің ойым бүкілін быт-шытын шығарған кезде ғана мен өзім ат жоқтым. Вот солай. Адам өзінің ойын өзі бұзбайынша, немесе мен сияқты осылай бірдеме айтып отырған адамнан бірдемені естіп қалмайынша, адам шыға алмайды ұйықтан. Ұйықтан шыға алмайды адам. Неге? Себебі бізді 3D өлшемде бізді мықтап тұрып программалаған. Мощный программа бар бізде. Вот, содан секіріп шығу үшін адам өзінің ойын контрольда ұстау керек. Прямо. Ал ой дұрысталды. Мен жаңа айтып кеттім оның алдың барлығын. Солай. Қарным ашып отыр. Қызығы. Қарным ашып отыр. Сондай. Сондықтан да ең бірінші кездері мен TikTokқа шыққан кезде маған көп адам дұрыс емес комментарий жазды. Бірақ мен оған ренжіген жоқпын. Вообще ренжіген жоқпын. Себебі бар ғой, мен почему-то өзіме сенімді болдым, что мен шынымен де солай ғой дейтін тұғым да. Мен айтатым, шынымен де мынау өмір солай ғой дейтін тұғым да. Вообще логика жоқ қой ол. Қалай ол? Как это? Неге ол менімен ұрсады деймін да? Неге ұрсады олар менімен? Менде несі бар? Менде несі бар? Мен оларға ойбай мұзға түс деппін ба? Мен оларға ойбай мынаны іш деппін ба? Ойбай мынаны шек деппін ба? Мен оларға ойбай мынаны укол қып сал деппін ба? Ойбай мен оларға мынаған ақшаны сал, сосын барып соңынан бәленбай миллион келеді деппін ба? Деген жоқпын ғой, олай деген жоқпын ғой. Жоқ, деп айтқан жоқпын мен. Мен просто мынау әлемді қараңыздаршы, өмірді қараңыздаршы дедім, болды. Оказывается, бұлай емес, олай жұмыс жасамайды дедім. Мен сонда соны айтқаным үшін кінәлімін ба не? Жарнама жасап елдің назарын ұрладым ба? Жоқ, ұрлаған жоқпын мен. Гиф жасадым ба? Жасаған жоқпын мен. Курс саттым ба? Сатқан жоқпын мен курс. Өзім ойладым и пер тартып баратым да. Сонда менің не кінәм бар? Менің ешқандай кінәм жоқ. Тыңдамайым десе, мен біреуді ұстап отырмын ба? Байлап отырмын ба? Алдап отырмын ба? Мені тыңдасаң, до конца тыңдасаң, мынаны беремін деп отырмын ба?
Жоқ. Комментарий жазсаң, мен саған мына наушникті беремін дедім ба? Жоқ. Жоқ. Мен ешкімді өйтіп ұстап отырған жоқпын ғой. Мен просто мына өмір қалай бар, сол қалпында айтып отырмын. Просто осылай. Қабылда. Күйеуің диванда жатыр ма? Қабылда. Әйелің ұрыса бере ме? Қабылда. Қабылда. Енең ұрысып отыр ма? Қабылда. Атаң ұрысып жүр ме? Қабылда. Сол кезде ғана алдыға шығасың деп отырмын. А сен күйеуіңмен ажырасып кет, әйеліңді тастап кет, енеңді шығарып жібер, атаңды шығарып жібер. Немене? Балаңды ұр десем, ал қара басың қайда барасың? Қара басың? Күйеуіне керек жоқ әйел, әйеліне керек жоқ еркек, баласына керек жоқ шеше, енеге керек жоқ келін, әке мен шеше керек жоқ бала. Кімге керек ол? Ешкімге керек жоқ ол. Солай. Просто барыңмен базар болды, қабылдада, алдыға қарай жылжи бер. Болды, сол кезде есіктер ашыла бастайды. А сен мына жерде бүгін күйеуіңнен, ладно, диванда жатыр екен деп ажырасып кеттің ал. Одан кейін бір ден дұрыс күйеу кездесе қойса жақсы-ау. Ондай жақсы бір керемет күйеу кездессе, хорошо, жақсы. Одан сойқанын көрсеңші. Мен эфирде отырмын. Вот солай. Не деді, мен түсінбей қалдым. Қайрат, не дейсің? Мына тортты кім беріп жерді? Рахмет. Кім беріп жерді? Мына қараңыздар. Бешеу, біреу көшке төртеу ма? Мына тортты кім беріп жерді? Рахмет. Ой, рахмет. Білмеймін, қазір ыстыға ере Галимаға жазған шығар. Рахмет. Саламатсыздар ма? Ей жаным, красавчик. Мына тортты беріп жерген кісі бар ма? Осы жерде отырған кісі. Рахмет. Кім беріп жерді білмеймін. Рахмет. Ал енді дегустация. Ашыққа кухняға апар. Осы жерде ашасың ба? Мына бақылғанда қолын құйып жүрмесінші. Қашалып келсей? Ондағына не зу қиын ол жүрмейді. Рахмет. Мансұр сәлем деп жатыр саған, Мансұр. Сәлем бер. Рахмет. Қарны бекер шырылдап алыпты. Төртеу. Солай. Сондықтан да ас болсын. Рахмет бәріңізге. Бес самса. Қарасай. Ала ғой біреуін. Қараңыздар, самса. Анда қазымжегі шашпай көрсат. Ана ұсағы түсіп қалмасын. Рахмет.
Бұл не? Жақсы айқұш. Мансұр. Қазір қой берсін. Или ана жаққа алып кетесің бе? Ана қой берсін. Қазір алып кетеміз, е? Рахмет. Солай. Иә. Білмеймін, кімге Ырыстыға или Галимаға жазған шығар. Рахмет. Торт, еще самса, еще мынау не Мансұр? Тағы бірдеме бар. Рахмет. Білесіздер ме, қалай жақсы көремін оқырмандарымды, тыңдарманымды, масқыр жақсы көру бар ғой. Кәдімгідей жақсы көремін. Кейде ұрсады маған, жарайды деймін. Ұрсады, кейбір кісілер ұрсады маған, жарайды деймін мен. Естеймін, жақсы дей саламын, жарайды енді. Может быть, мен де бір, енді мен идеальный болуым мүмкін емес қой енді, ол мүмкін емес. Идеальный болу мүмкін емес, ол невозможно ол. Иә, қарным жырылдап отырған ғой мана бері. Солай. Сондықтан да еш алаң болмаңыздар. Әлемде ұтылдым да жоқ, ұттым да жоқ. Вот осыны естіңіздерші. Әлемде ұтылдым да жоқ, ұттым да жоқ. Екеу де жоқ. Адам ұтылмайды да, ұтпайды да. Жоқ, ол жоқ. Қай күні? Алдың күні ме? Маған Мәншүк деген оқырманымнан 1 мартта Астана қаласында ана деймі? Сондай концертке 2 билет келді. Мәншүк деген оқырманымнан. Сол 1 мартта Алла бұйыртса, концертке барған кезде сол жерден шығам тікелей эфирге сіздерге. Мысалы, 2 билет 40 000 теңге екенді. Маған сыйлыққа келді, жіберді. Менің оқырманым. Мен сұрадым ба, билет берші дедім ба? Сұраған жоқпын ба? Мен кімнен торт сұрадым? Сұраған жоқпын. Сұраған жоқпын мен. Рас айтам. Сұраған жоқпын мен. Мен Алламен ғана сөйлесем, Алладан ғана сұрайын. Мен бір нәрсені түсіндім. Анау менің әжем айтатын, Алла адамға күнімді салма дейтін. Одан мен атамнан да естідім осыны. Алла адамға күнімді салма деп. Осы күні папам да айтады, өзімнің апам да айтады. Алла адамға күнімді салма, адамға кіріптар етпе мені дейді. Мен толықтай түсіндім соны. Кім, қандай да адамнан сұрай бастаса, ол Алладан алыстап кетеді екен. Мен соны түсіндім. Рас айтам. Адамнан сұрай бастады ма? Көмектесші маған, 5000 теңге берші маған. Ол Алладан алыстап кетті. Алладан сұрау керек. Алладан сұрау керек. Алламен сөйлесу керек. Аллаға айту керек. Аллаға жылау керек. Адамға емес, Аллаға ғана. Болды. Сол кезде міне келеді осылай. Торт та келеді, билет те келеді, кәсібің да жүреді. Сен де біреуге торт бере аласың, сен де біреуге билет подарить ете аласың, сен де біреуге машина подарить ете аласың, сен де біреуге квартира подарить ете аласың. Болды. Бүкіл ақиқат сол. Барлық ақиқат сол. Егерде адамнан сұрадыңыз ба? Жоқ, ол жұмыс жасамайды. Алладан сұра. Алла өзі беріп жібереді. Болды, өзі беріп жүреді. Кім арқылы беріп жүреді? Адамдардан беріп жүреді, басқа кімнен береді да? Алла тағала. Басқа біз білетін ит, мысық, құста сана жоқ қой олар арқылы. Мен білмеймін, может быть, Алла ұлы ғой. Олардан да беріп жібере алады ғой Алла тағала, беріп жіберем десе. Бірақ біздің миымыздағы, біздің санамыздағы дүние адамдар арқылы беріп жібереді деген бізде сондай бағдарлама бар ғой. Адамдар арқылы келеді. Адамдардан беріп жібереді. Солай. Сондықтан да жаным сынып. Жесің ба? Бағалау. Жегін кеп тұрған жоқ, неге? Жоғымыз. Амандасасыз ба мен оқырмандарыммен? Келім. Десең?
міне біздің доченькамыз келді. Аяжан деген біздің сұлу қызымыз. Алла бұйыртса стоматолог болады. Алла бұйыртса. Аяжанның мойнында да міне қара Айкон. Міне Аяжан деген күміс мындай несі бар. Қараңыздар, күміс не деп айтады мынаны? Алқа бар. Аяжан деген. Тоже оқырманымнан сыйлыққа келген. Аяжанға беріп жүрген. Осы Аяжан деп Бағила ма? Бағила, е? Алматыдан Бағила деген оқырманымнан Аяжанға беріп жүрген күмістен Аяжан деп күмістен жасатып арнайы алқа. Мен сұрадым ба? Сұраған жоқпын ешкімнен. Просто берді и все. Қызыңызға беріңізші деп. Айкон дейді. Жаным сол. Біріншіді көріп жатсыздар, е? Иә, әумин. Бақытты болсын. Әумин. Бәріңізге рахмет. Папасына ұқсайды, папасына ұқсайды. Папасына ұқсайды. Біріншіді көріп жатсыздар, е? Нағып. Бұл жерге шықты, ол қашады, эфирден қашады. Хой, деп зытады ғой. Папасына ұқсайды, Папасына ұқсайды. Айтады ғой, папасына ұқсаған қыз бақытты, анасына ұқсаған ұл бақытты деп. Оны адамдар айтқан ғой, әйтеуір. Бірақ бала кімге тартса да бақытты болды. Ейлі. Атасына тартса да, әжесіне тартса да. Өздеріңіз ауыстыра салыңыз десе шоны. Ауыстыра салыңыз десе. Өздеріңізге выгодный нәрсе ауыстыра салыңыздар. Болды. Иә, қызымды да көріп берді, Аллаға шүкір. Папасына ұқсайды. Ох ты, ботагөз, көрімдігін салыңдар дей ма? Ойбай. Вот солай. Сондықтан да, біздің Мансұр папасының жас кезінен айнымайды. Ойбай, ренжімеңіз, сізге ешқайсысы ұқсамаған деп қояды. Жарайды, өздері ғой сол, төрелер өздеріне тарта берсін. Өздеріне тарта берсін, аман болса болды. Ең бастысы аман болсын, дені сау болсын. Бәрібір де әйтеуір жерден тауып алған жоқ қой. Мен тудым бәрібір де. Олай шайнама. Солай. Рахмет, аха. Бәріңізге рахмет. Менің балам әжесіне ұқсайды дейді. Папасының копиясы дейді. Енді үлкен ұлды көрейікші дейді. Ойбай, сол үлкен ұлды көрсету қиындау шығар осы. Үлкен ұлды көрсету қиындау шығар енді. Білмеймін, не обещаю. Көре жатармыз, ол да көніп қалар, может быть. Аяжан да көнді ғой, және өзі білмеймін, не ағып келгенін. Солай. Сен салфет жайды. Мені? Қайда, оңай ғой. Бар. Давай. Мансұр. Бар. Бар. Бар дедім. Жарайды. Бар тез кір. Бұл тез. Солай. Жандарым сол. Бәріңізге рахмет. Алладан жатсам да, тұрсам да, өзім дұғам бар. Өзім дұғаларым, өзім айтам. Алла тағалам дейм. Өзіме зияным текпетпесінші дейм. Мені оқып, тыңдап жүрген адамдарға зияным текпетпесінші дейм. Пайдам болмаса, болмай қойсын дейм. Прям сөйтіп айтам мен. Алла тағалам, адамдарға пайдам болмаса, болмай қойсын. Лишь бы зияным текпетпесінші, пожалуйста дейм. Алла тағалам, зияным текпетпесінші. Сен мені бақылап қойшы, Алла дейм. Сен мені бақылап қойшы. Алла тағалам, сен мені назарында ұсташы. Қас қағым сәтке болса да, біреуге мені сеніп тапсырмашы дейм. Жаным, балаңыздың тойына барсам бола ма дейм. Жаным. Балам пока үйленем деп айтқан жоқ.
ой, мына кісі тілекші апа дейді. Ойлағандарының бәрі орындалып кетіп жатыр ғой, керемет. Осы сіз бе еді? Маған ана бір бүкібай тоқып беріп жүріп еді ғой бір кісі. Сіз ба? Бір кісі беріп жүрген, тілек деген айтыр. Тілектіші ма, тілектес па? Бір кісі беріп жүрген. Тілекші, аха. Шақырсаңыз барамын тойға дей ма, Ботагөз? Сіз емес пе? Маған ол кісі тілектес ау деймін. Ол кісі тілектес. Андай әдемі орамал тоқып беріп жүрген. Үстелге тимаймыз, целый армия деп қояды. Енді былай ғой ол. Білесіздер ме? Адам болып туылғасын адамда мынадай бір дальный мақсат болу керек. Дальный. Тап бүгін емес, тап ертең емес. Дальный. Нау, бала шағамның қызық рахатын көрейінші. Бала шағам бақытты, дұрыс өмір сүрсінші. Ұрпағымның дені сау болсыншы деген дальный мақсат болу керек. Андай, оны көрегендік дейді. Алсықта сондай мақсат болу керек. Сондықтан да бір Алла біледі. Бір Алла біледі. Я, ұлым өсіп тұр, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Қазір үйленемін десе де, Алла ғой беретін, несібе, рызық несібені Алла ғой беретін. Тап бүгін үйленем десе де, ертең үйленем десе де, Алла береді несібесін. Алла береді. Бірақ сол үйленемін деген сөзді, оны менің балам өз айту керек та. Өз айту керек. Мен қинауыма болмайды, мен қыстауыма болмайды. Папасы айтып мазалауға болмайды. Болмайды олай. Адам өзі дайын болған кезде, адамның өзі жүрегі қалаған кезде, денесі дайын болған кезде айтады. Сол кезде айтады. Болды. Менің қолымнан келетіні не? Менің қолымнан келетіні Аллаға тапсыру. Алладан менің баламды сүйіп, менің баламды құрметтейтін, өзін сүйіп, өзін бағалайтын, сондай көркем мінезді, саналы қызды келін етші маған деп, соны ғана сұрайын болды. Байдың қызы болсын, жоғын сұрамайын мен. Санасы болса байлықты өздері жасайды олар. Байдың қызы болсын, әкесі болсын, шешесі болсын, жоқ, олай сұрамайын мен. Себебі әке де мәңгілік емес, шеше де мәңгілік емес. Рас айтам. Санасы болсын деп сұрайым да. Что? Андай, оны қазақта адал сүт емген дейді ғой, қазақта сүй деп айтады да. Адал сүт емген адамды кесекшітірші дейді. Бірақ бір Алла біледі да, барлық. Алла біледі, болды. Когда Алла біледі деген кезде, маған легче, наоборот, легче, в душе становится легче. А когда өзім дей беріңізші, ол ауыр деймін, ол ауыр. Зачем? Бүкіл ғаламның есіктерінің кілті өзінде ғана бір Алла отырған кезде. Несіне мен ондай жүкті өзіме аламда? Рас қой. Рас қой. Солай ол, солай. Солай. Бұл жерде маған андай WhatsApp-тан нелер келіп жатыр. Соны оқып қала жаздадым. Андай WhatsApp-тан чик-чик көрініп жатыр, эпизодын соны оқып қала жаздадым. Ау? Болды, маха. Болды. Ал жақсы. Ал жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. YouTube-қа сақтаймыз. Кешегі эфир YouTube-ға шықты, жаңа маған себебі сообщение келді, соткамы.
Бұны да сақтаймыз ютубқа, амандық болса. Мен просто не сұраймын айтайын ба? Мен бір-ақ нәрсені сұраймын. Менде ютуб каналыма подписаться етіп алып тыңдаңыздар деймін. Инстаграм каналыма подписаться етіп алып көріңіздер деймін. Мен соны ғана сұраппын, басқа ештеңе сұрамаппын. Рас айтамын. Даже кітаптарымның өзін айтамын ғой, алсаңыздар, алыңыздар, алмасаңыздар, жарайды деймін да. Ол шындық қой. Мен сөйтіп айтамын ғой. Сөйтіп айтамын, шындық ол. Жарайды, алсаңыздар, алыңыздар, алмасаңыздар, жарайды, не істейміз енді. Ол жарнамалап тыққыштап алды, болмайды ғой. Болмайды ғой. Солай. Ал жақсы. Сау болыңыздар. Бүгінгі мынау толып атқан коробкаларды, 4 коробка ішіне тамақтар толған тамақты беріп жүрген кісіге рахмет. Рахмет бәріңізге. Бәріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Неге жоғалып кетті? Түсінбедім. Ютубтағы «Живая легенда» деген видеоңыз жоғалып кетті. Неге? Маған сообщение келіп еді ғой. Білмеймін, қазір қараймыз. Ал жақсы.